жировой гепатоз бұл жай ғана майдың бауырға жиналуы емес. Ол ағзаның дұрыс істемей тұрғанының сигналы, белгі беріп жатыр, Әдетте дәрігерлер тек диета, уақытша дәрі береді, бірақ түбірі жасушада. Қалай құтылуға болады? Ричфактор компаниясы протокол 1 деген өнімді ұсынады. Ол не істейді? Бірінші, бауырды толық тазарту керек. Артық майды, токсинді шығару керек. Оған рич ГП көмектеседі. Ішекті реттеу, микрофлора дұрыс болмаса, бауырда жүктемеден құтыла алмайды. Оған рич баобаб көмектеседі. Ал жасушаны қалпына келтіру, токсинді шығару, витаминді, минералдарды қамтамасыз ету, фульвагумин және остеавел. Енді қан айналымды жақсарту керек. Бауырға оттегі жетпесе, ол қалпына келмейді. Ол кезде бізге L-аргинин көмектеседі. Бүйрек арқылы токсин шығару керек. Оны қолдайтын рич нефра. Негізі сөздің түйініне келетін болсақ, жировой гепатоз бұл диагноз ғана емес, ағзаны тазалау керек дегенді ескерту. Дұрыс протоколменен протокол номер 1 менен 4-6 ай қолданатын болсаңыздар, бауырдың майдан тазалануына, қалпына келуіне көмектеседі. Толық ақпарат керек болатын болса, телефон номеріме хабарласыңыздар. Менің есімім Шолпан, телефон номерім шапке профильде.